Армысыздар менің тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Арнамның дамуына үлес қосып, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Және жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Ене мен келіннің ара қатынасы бітпейтін әңгіме десе де болады. Енелерде бір кездері келін болған, келіндерде кейін ене болады. Сиырдың басына туған күн бұзауға да туады деген сөз бар емес пе? Өкінішке орай, бұл сөздің пайымын кеш түсініп жататындар баршылық екен. Келін деген сөздің өзі келген адам деген мағынаны білдіреді екен. Шаңырағыңызға түскен келінді балаңыздың жан жары, болашақ немерелеріңіздің анасы ретінде қабылдап, ене ретінде өмірден алған бар тәжірибеңізбен бөлісіп, отбасыңызға сіңісіп кетуіне жағдай жасағаныңыз жөн емес пе? Келін қай жерден, қандай отбасынан келсе де, ол балаңыздың таңдауы. Болашақта ұлыңызбен бірге отбасылық өмірге қадам басып, ұрпақ жалғастырар екінші жартысы, жан жары. Алдымен Алланың екінші ата-анасының аманаты. Аманатқа қиянат жасау үлкен күнә. Келінге қаншалықты мейіріміңізді төгіп, ақылмен, сабырмен өз отбасыңыздың тәртібін, жай жапсарын үйретіп, бауырыңызға бассаңыз, ол да сізге бар мейірімін төгері анық. Осы күніңізді ғана емес, болашағыңызды ойлауыңыз қажет. Қартайып, күш-жігеріңіз тайған шақта келінге қарайлап қаласыз. Бұл өмір шындығы, өмірдің айнымас заңдылығы. Әңгімедегі кейіпкерім 60-та алқымдап қалған үлкен кісі. Сіздермен өз тағдыры өмірі жайлы бөліскісі келеді. Өзегін өртеген өкініш, жан жегідей жейтін жайттар. Жүрегі тыныштық таба алмай, маған хабарласып, бар өмірімен, бар сырын айтып, жазба қылып шығаруымды өтінді. Ал әңгімені бастайық. Мен батыс жақтың тумасымын. Әкем ертеректе дүниеден өтіп, анам бізді жалғыз өзі бағып өсірді. Өзімнен үлкен екі әпкем, екі ағам бар. Мен үйдің кенжесі едім, әрқайсысының өз отбасы, бала шаға немерелері бар. Анам осыдан 5 жыл бұрын 90 жасқа келіп, есі кіресілі шығасылы болып, бір жылдай төсек тартып жатып, өмірден өтті. Мен ес білгелі әкем өмірден өтіп кеткен еді. Әкемді суреттерінен қарап қана білетінмін. Анам жергілікті балабақшада аспаз болып жұмыс істейтін. Ол кезде ауылымызда аралас ұлттар көп еді. Әсіресе орыстар. Бізде орыс мектебінде оқыдық. Орысша тәрбие алдық. Анамның мінезі тұрақсыз еді. Тез ашуланып, тез қайтатын. Аздап ащы судан ұрттағанды да жақсы көретін. Ол жұмыста болғанда бәрімізге үй жұмыстарына байланысты тапсырмалары беріп кететін. Мектептен келе сала үй тіршілігін жасайтынбыз. Бірақ мен үйдің кенжесі болғандықтан, аға әпкелеріме еркелеп, үй шаруасын мүлде істемейтінмін. Көршінің қыздарымен кешке дейін ойнап жүретінмін. Олар да маған ұрыспайтын, ештемеге мәжбүрлемейтін. Сабақты да маңдытып оқымадым. Әйтеуір 3-пен мектепті бітірдім. Әпкелерім тұрмысқа шықты. Ағаларым армияға барды, келген соң үйленді. Үлкен ағам Алматыға жұмысқа кетіп, сол жақтан үй алып, мен Алматыға оқуға түсуге жанына шақырды. Мен мектептен нашар оқығандықтан жоғары оқу орнына түсе алмадым. Сөйтіп ауылға қайтқым келмей, орта білім алсам да оқимын деп, училищеге оқуға түстім. Жеңгем пысық, жақсы кісі еді. Жұмыста істейтін бала бағып, үй тіршілігіне үлгеретін. Мен тек сабаққа барып келемін, сосын бала бақшадан ағамның кішкентай ұлын әкеліп, соны ойнатып жүретімін. Үй шаруасына араласпайтымын, тіпті киімдерімді де жеңгем жуып қоятын. Жастайымнан түк істемей, ақ саусақ болып өскендіктен бе, аққұба, нәзік, сұлу болатымын. Талай жігітті таңдай қақтыртып, мен сенбей жүретімін. Ағамның да табысы жақсы болатын, қаланың қыздарынан кем қылмай киіндіретін. Жолыма, тамағыма ақша беріп қоятын. Студенттік өмірімде ешқандай таршылық көрмедім. Осылай соңғы курсқа келіп, оқуды аяқтайтын кезде Алматының маңындағы ауылда тұратын бір жігітпен таныстым. Оқудағы құрбымның ағасының досы екен. Бойы ұзын, денелі, қазақша әдемі сөйлейтін. Сөйтіп анда-санда сабақтан соң кездесіп тұратын болдық. Ол маған келіп тұратын, оқуды бітіріп, диплом алған соң, бір күні құрбым ауылына қонаққа шақырды. Ағамнан сұранып едім, көріп жүрген құрбым болған соң жіберді. Бізді құрбымның ағасы мен әлгі ұнатып жүрген жігітім келіп алып кетті. Ауылдары қалаға жақын екен.
Тез-ақ жетіп бардық. Кіре бере құрбымның ағасы қатты сигнал бере бастады. Мен тек түсінбей, мұнысы несі деп, таңдана құрбыма қарасам, ол жымиып күледі. Сөйтсем бұлар мені алып қашып келіпті. Мұны бір үйдің ауласына кіргенде, ақ жаулықты көтеріп жүгіріп келе жатқан апаларды көргенде бірақ түсіндім. Сөйтіп жылап сықтап басыма орамал салынып келін атандым. Сол түні аға жеңгеме хабаршы жіберіліп, олар қуғыншы болып келді. Жеңгем кіріп, жігітім жайлы сұрады. Танитынымды, біраз кездесіп жүргенімді айттым. Жеңгем оқуды бітірдің, енді тұрмыс құрғаныңда жақсы ғой. Алматыда қаласың, үйлері үлкен, анасы да жақсы адам сияқты. Көріп біліп, келіп отырсаң болды, деп ағам екеуі отырып ішіп жеп, ойнап күліп анама өздері хабар беретін болып қоштасып кетіп қалды. Ертесінде бүкіл ауыл адамдары беташар жасалды. Келін болып түскен үйімде ата жоқ, содан 2 жыл бұрын қайтыс болған. Енем мен 2 қайын әпкем бар екен. Екеуі де тұрмыста менің күйеуім кенже, жалғыз ұл екен. Енем осы ауылдың мектеп директоры болып бұрыннан қызмет жасайды екен. Беташардан соң келіндік міндетіме кірістім. Кешке қарай сол үйдің туған туыстары келіннің шайын ішуге әрі құтты болсын айтып қонаққа келді. Сөйтіп енем маған шай демде деді. Шынымды айтсам, сүт қатқан шайды қалай демдеуді білмейді екенмін. Алғашқы сәттен бастап қарапайым шай демдей алмай абдырап жанымдағы көмектесіп жүрген көрші келіншекке қарап, көрсетіп, үйретіп жіберуін өтіндім. Ол маған таңғалып қарады да, ойбу, қарапайым шай демдеуді білмейсің. Өлген жерің осы екен. Мен үйретіп жіберемін ғой, бірақ болашақта енеңнің жақсылық күтпе. Ол кісінің мінезі қатал, байқа жаным деді. Мен ішімнен уайымдап қорқып қалдым, өйткені мен ешқашан үй шаруасына араласып, қыз болып, әпке жеңгелерінен ештеңе үйренген жоқпын. Үйретсе де өзім ондай шаруаларға құлқым болған жоқ. Енді не істеймін? Өзімнің осы ас үйге, үй тіршілігіне олақ екенімді алғаш рет сол жерде ұқтым. Өмірімде алғаш рет ас үй шаруасында бар ынтаммен шай демдеуді үйрендім. Көрші келіншектің үйретуімен кеселерді орта қылып, қолымның дірілін білдірмей, созылып отырып шай қойдым. Қонақтар шайымды мақтап терлеп тепшіп әбден ішіп, рахмет айтып тарасты. Алғашқы сынақтан осылай құтылдым. Алда енді не болар екен деп, уайымды жар құшағы сейілді. Ертесінде қалған қонақтар қайнәпке жезде балалармен үйлеріне қайтты. Сосын енем келіп, үй жинап, түскі ас дайындап қой деді. Енем ұзын бойлы, аққұба арықша келген. Түсі суық, сөзі нық, жүріс-тұрысы шырақ, жылдам, тура бір әскери адам секілді еді. Бұйрық береді болды, артық ауыз әңгімесі жоқ. Жақсы деп үй жинай бастадым. Не қайда қалай барлығының шет жағасын кіші қайнәпкем көрсетіп кеткен болатын. Түскі асқа сорпа жасадым. Анамның жасағанын көретімін, сол секілді кішкене ет, көксөк, тұз салып пістау дегенде дәмін көріп өшіре салдым. Көрші келіншек үйреткендей жақсылап шай демдедім. Бәрі дайын болғанда енем мен күйеуімді тамаққа шақырдым. Үшеуміз отырып тамақтандық. Енем айналайын-ау, мынауың құр сылдыр су секілді болыпты ғой, кішкене бір күлше илеп кеспе қылып салып жібермедің бе деді. Мен не дерімді білмей күйеуіме қарадым. Күйеуім үндемей сорпасын ішіп отыр. Сосын енеме қарадым да, мама, мен шынымды айтсам, тамақ жасауды білмеймін дедім. Енем аңтарылып маған қарап қалды. Күйеуім де біресе маған, біресе енеме қарап қалыпты. Сосын енем үндемеді. Орнынан тұрды да тоңазытқыштан кешегі тойдан қалған піскен етті турап, қалған палауды жылытып әкелді. Менің пісірген сорпамды ысырып қойды. Сөйтіп ыстық көк шай демдеп әкел деді. Шәугімді қайта қойып, сүт қатқан шай секілді қой көк шайды демдеп әкелдім. Құйып беріп едім. Енем бетіме бажырайып қарады. Сөйтіп орнынан тұрды да мені ас үйге ертіп апарды. Сөреден басқа шайнек алып, көк шайды осыған демдейсің деп, азғана шай салып, қайнаған су құйып көрсетті. Сонан кейін отырып шай, тамағымызды іштік. Барлығын жинастырып бөлмеме келген соң күйеуім маған күлді. Шынымен тамақ жасай алмайсың ба? Тіпті шай демдей алмайды екенсің ғой. Саған ешкім үйретпеді ме? Анаң, жеңгең, әпкелерің ше дейді. Мен қатты қысылып қалдым. Өзім үйренген жоқпын деп шынымды айттым. Күйеуім үндемеді. Сонымен енем мен күйеуім таңертең ерте жұмысқа кетеді. Мен үйде үй шаруасымен қаламын. Үй жинауын жинап сыпырып қоямын.
Бірақ тамақ жасау мен үшін қиын еді. Әлгі көрші келіншекке барам, ол келіп көрсетіп үйретіп кетеді. Кейде келе алмай қалады. Мұндай кезде бар білгенімді жасаймын. Енем мен күйеуіме бірде ұнайды, бірде ұнамайды. Тамағым дәмсіз болып қалған кезде енем барлығын тәптіштеп айтып түсіндірді. Ол кісінің маған ас үй шаруасын үйретуге уақыты бола бермейтін. Мектепте жұмысы көп еді. Одан қалса ауданға барады, бітпейтін жиналыс, тексеріс деме, әйтеуір жұмысы көп еді. Күйеуім де кеш келеді. Ауданда жұмыс істейтін. Одан қалса 2 сиыр бар, таңертең енем сауып кетеді, кешке көрші келіншек сауып, күнде 1 литр сүт алып кететін. Бір күні күйеуім: сиыр сауып үйренбейсің бе? Қашанға анам сауа береді. Әлде үйренгің келмейді ме деді. Мен тағы да не дерімді білмей, олай болса үйретсеңші дедім. Сөйтіп сол күні кешке сиыр өрістен келген соң күйеуім сиыр сауды үйретті. Күйеуімнің қолы епті, сарылдатып тұрып сауып жатыр. Сөйтсем мен жоқта енемнің қолы тимеген кезде өзі сауып алады екен. Содан 2-3 күнде сиыр сауды да үйрендім. Таңертеңде де, кешке де өзім сауатын болдым. Үйренгеніме қуанып қалдым. Енем ештеңе демеді. Көрінші келіншекпен құрбыдай болып кеттік. Пысық, тақылдап қалған келіншек еді. Сол құрбымнан нан елеп, қамыр жаюды үйрендім. Ас үйдегі көп шаруаны сол көрші келіншек үйретті. Есесіне күнде сүт алатын. Келіп шай ішіп, осы ауылдың барлығын сырттай таныстырып, ауылда болып жатқан жаңалықтардың барлығынан хабардар етіп отыратын. Әйтеуір мені үйретіп те өз тірлігін жасап та шай ішіп, әңгіме соғып бәріне үлгеретін. Мен оған қарап таңғалатынмын. Мен ертеден кешке дейін жүріп үй шаруасына әрең бітіретін едім. Арада біраз уақыт өткен соң енем менің анамды, туған туысымды шақырып, есік алдына кішігірім етіп құдалық той жасаймыз деді. Сөйтіп тойға дайындала бастадық. Ауылдан анам, біраз туыстарымыз келетін болды. Есік алдына үлкен палатка құрып, әдемілеп, безендіріп той жасадық. Мен ақ көйлек киіп қалыңдық болдым. Анамдар біраз адам болып келіпті. Күйеуімнің туыстары, әріптес достары келді. Қайнапкелерім, енемнің жұмыстағы әріптестері келді. Алдымен келген кісілер үйге кіріп, бір-біріне беретінін сыйлығы, мата-сата кигізетінін кигізіп, ырым-сырымының барлығын жасап сыртқа шығып стол басына жайғасты. Анам менің келген жеріме көңілі толып, қуанғаннан сол тойымда ішімдіктен көбірек ішіп қойып қызып алды. Сөз сөйлегенде мені әбден мақтады. Сосын құдалар биінде аяғы шалынып, құлап қала жаздады. Анамның мұнысына қысылып қалдым. Жасы да ұлғайып қалған, сырт көзге өте әйерсі көрінді. Мұнысы енемен күйеуіме де ұнамай қалды, білемін. Көпшіліктің алдында білдірмеген сыңай танытқанмен ішім сезді. Сөйтіп той біткен соң анамдар ағамдікіне қайтып кетті. Ертесіне ерте тұрып, сиыр сауып, үйге кіре бергенде, ас үйдегі енемен үлкен қайнапкем күбірлесіп сөйлесіп жатыр екен. Әңгімелерін еріксіз естіп қалдым. Кешегі той жайлы айтып жатыр екен, үндемей есіктің артына тұра қалдым. Ар жағында штор ілулі, олар мені байқамай қалды. Сөйтсем енем менің анам мен туыстарымды ұнатпай қалыпты. Осы Алматыдағы ағам мен жеңгемнен басқалар жабайы түк көрмеген алқаштар сияқты елден ұялдым дейді. Әрине, мынадай ана қызына қандай тәрбие берсін. Мына келіннің де қолынан дым келмейді. Пысық емес. Үй шаруасына олақ баяғы Фатиманың қызы бергенінде бұлай болмайтын еді. Ұлым да оңбайды. Осының әдемілігіне қызығып алды да, енді жүрсін сол. Алқаш қайын жұртынан ұялып деді. Мұнысын қайын әпкемде қоштады. Енемнің мынадай сөздерін естіп, көмейіме ақшы өксік тығылды. Үндемей аузымды басып, үйден қайта шығып кеттім. Малғора жаққа барып, өксіп жылап жібердім. Көңілім қатты құлазыды. Енемнің сөзіне ашулансам да, бір жағы 12-де дұрыс. Анам мен туыстарымдікі жарамады, ұят болды. Сол тойдан кейін барлығының маған деген көзқарастары өзгере бастады. Алдын тамағым дәмсіз болып ұнамай қалса, енем ұрыспай ерінбей түсіндіріп үйрететін. Енді апарда итке бер дейтін болды. Қайнапкелерімде бұрынғыдай емін жарқын сөйлеспейтін секілді. Күйеуімде томаға тұйық, көңілсіз жүретін болды. Мен үндемей іштен тынып, тірлігімді жасап, жүре бердім. Осылай жүргенде бір күні үйге училищедегі құрбым келді. Тойға келе алмай, содан бүгін реті келіп кіріп шығайын деген екен. Үйде ешкім жоқ еді. Оны көріп қуанып қалдым. Екеуміз шүйіркелесіп отырып шай іштік. Ол менен отбасылық өмірін қалай деп сұрап жатыр. Мен мұңайып болған жайттарды айттым.
Ол да мұңайып мені жұбатып жатыр. Сосын одан енемнің Фатима деген құрбысының қызы жайлы сұрап едім. Ол жағдайдан құрбымның хабары бар екен. Фатима енемнің құрбысы екен. Күйеуі қызметте істейтін жағдайлары түзу, осы ауыл арасында беделді отбасына ұқсайды. Сол құрбысының жалғыз қызын менің күйеуіме айттырып жүрген екен. Тек күйеуім ол қызды ұнатпапты. Анасының көңілі үшін қарсылық білдірмей жүре беріпті. Мені алып келетін кезде анасы сол Фатима құрбысының қызын алып келе жатыр екен деп ойлап қалыпты. Мені ұнатпауына тағы да бір себеп осы екен. Бұл әңгімені естіп, одан әрі көңілім құлазып қалды. Сөйтіп құрбымды шығарып салдым. Осылай көңілсіз күндерім өтіп жатты. Енем ұсақ түйекке жиі ашуланып, маған тиісе беретінді шығарды. Әр ісіме мін тағып отыратын болды. Мін тағатындай бар шығар, мен кір жусам, менің жуған киімдерім кір ашылмай, сұп-сұр, өңі қашып кеткен сияқты болып тұратын. Көрші құрбымның жуған киімдері ағы ақ, қарасы қара, көгі көк болып қатарынан тап-таза болып шайылып тұратын. Күйеуім мұны көріп біліп жүрсе де үндемейтін. Бір күні күйеуіммен сөйлестім, оның неге маған көңіл бөлмей, суық қарап жүргенін сұрадым. Сөйтіп едім. Оны өзің де білесің? Қош, деп үндемей отырып кетті. Оған не дейін? Бір күні енемнің туылған күніне достары мен әріптестері аяқ астынан келетін болды. Енем бар азық түлікті бір таксиден салып жіберіп, ет аса берсін, 1-2 сағаттан соң келіп қалам деп, өз ауданға жиналысқа кетіп қалыпты. Айтқан етін салып қойдым, бауырсаққа қамыр аштып, етке 2 көлше қамыр елеп қойдым. Сөйтіп енемде келіп қалар деп үй жинап есік алдын сыпырып жүре беріппін. Осылай уақыттың қалай тез өтіп кеткенін де байқамай қалыппын. Бір кезде дарбаза даңғыр етіп ашылып, алып ұшып енем кірді. Жиналыстар ұзаққа созылып, содан кешіп келіпті. Кіре сала бәрін дайындап қойдың ба деді. Мен ет асып қойдым дедім. Содан енем үйге кіріп ашуланды, түк дайындамапсың ғой. Әне-міне дегенше қонақтар да келеді. Бауырсақты пісіріп, еттің қамырын жайып қоймайсың ба деп ұрысты. Сөйтіп өзі киімін ауыстыра салып, еттің қамырын жаюға кірісіп кетті. Маған бар да Гүлзиді шақырып кел деді. Мен жүгіріп барып көрші келіншекті шақырып ертіп келдім. Ол келген соң енем оған дастархан жаса деді. Гүлзи өте жылдам, тірлігінің барлығын ылдым-жылдым. Осы үйде ненің қайда тұратынын өте жақсы білетін. Әп-сәтте ыдыстардың барлығын шығарып, енем әкелген азық түліктерді шығарып, жемістерді маған жуғызып, өзі шұжық пен сырды турап, тәрелкелерге салып, көксөкті жуа салып, салат жасады. Тәттілердің барлығын салып, әп-сәтте дастарханды жайнатып жіберді. Мен жемістерді қойдым, Гүлзи бауырсақ пісірді. Енем еттің жаймасын жайып бола бере, қонақ құрбысы кіріп келді. Енем дереу алдындағы алжапқышын шеше сала маған ұстатып жатып, ішімнен қатты нұқып жіберді. Сөйтті де жайманы кесе бер деді. Құрбысымен амандасты. Құрбысы: әй, сен немене? Келін алып, қолың ұзарды ма десем, қамыр жайып жатқаның не? Деп күлді. Енем оны басқа сөзге айналдырып қонақ бөлмеге алып кетті. Енемнің мұнысы көңіліме келсе де қасымдағы Гүлзиге білдірмедім. Сөйтіп қонақтар түгел жиналып, енеме жақсы тілектерін айтып, ішіп жеп көңілді отырып тарқасты. Олар кеткен соң енем маған ұрсатын шығар деп едім. Ол үндемей, мазам болмай тұр деп жатып қалды. Бірақ ертесінде таңғы ас үстінде маған әбден сөйледі. Кешегі құрбысы құдағиы болмай қалған Фатима екен. Сол енді ел жұртқа айтып үстімнен күлетін болды. Қанша уақыт өтсе де дым үйренбедің, ісіңнің бәрі шала, салақсың деді. Бетіңнің әдемілігін қайтейін, істеген ісің түріңе сай емес. Келін алып, үй тіршілігін тапсырып, алаңсыз болармын деп едім. Қайдағы сыртта жүрсем де, аяқ астынан қонақ келіп қалса дұрыстап күтіп ала алмайсың, деп әбден сөкті. Күйеуім үнсіз отыр, мен ашуға булығып жүгіріп бөлмеме барып киініп алдым да ебіл-дебілім шығып, көшеге атып шықтым. Енем қарап қалды. Күйеуім артымнан жүгіре шығып, атымды атап, тоқташы деп жатыр. Мен артыма қарамай жүгіріп барам. Бір кезде көз алдым бұлыңғырланып барады. Айналам қап-қараңғы түнекке айналып, қалқып бара жатқандай күйге түстім. Есімді жиып көзімді ашсам, үйде жатырмын. Төбемнен төніп, мұрны қоңқиып ауылдағы амбулаторияның дәрігері Мина апай тұр. Қасында енем мен күйеуім тұр. Қаны аз болар дейді. Сөйтсем көшеде жүгіріп бара жатып, басым айналып, есімнен танып құлап қалыппын. Мина апай етеккірін қашан келіп еді деп, тәптіштеп барлығын сұрап жатыр. Сонымен ауданға ауруханаға жіберді. Анализ тапсырып дәрігерге кірсем, аяғым ауыр екен. Бұған күйеуім қатты қуанды. Үйге келіп енем айттық.
Енем таң қалғандай болды. Жүзінен басқа ешқандай қуану секілді сезімді байқамадым. Осылайды күндерім бір қалыпты өтіп жатты. Сол күнгі жағдайдан кейін енем маған тиісіп сөйлеген жоқ. Аяғым ауыр болған соң ба үндемейтін. Бірақ қайта-қайта мазасы қашып ауырып қалып жүрді. Қайнапкелерім де көп келгіштеп кетті. Аналарымен бірге сол бөлмесінен шықпайды. Бізге ештеңе айтпайды. Бір күні енем өз орнын босатып түбегейлі мектептен шығып кетті. Ауруы асқынып, тіпті төсек тартып жатып қалды. Мұнысын қатты уайымдай бастадық. Күйеуім ауруханаға жатқызамын, емдетемін десе көнбейді. Сөйтсек осыдан біраз бұрын жаман ауруға шалдыққан екен. Мұнысын қыздары ғана біледі екен. Ауруханаға қаралса, ауруы соңғы кезеңде екен. Дерті жанына батса да ешкімге білдірмей жүре беріпті. Сөйтіп ақыры болмаған соң жұмыстан шығып кетіпті. Мұны естігенде күйеуім қатты күйзеліске түсіп кетті. Мен межелі уақытым жетіп, ол босандым. Шатырым ашылмай, іштегі балада үлкен болып кесір тілігімен алды баламды. Қатты қиналдым. 1-7-ден соң ауруханадан шықтым. Үйге келсем, енем тіпті нашырлап жатыр екен. Қайнапкелерім жылап жүр. Арада 3 күн өткен соң енем қайтыс болды. Арулап соңғы сапарына шығарып салдық. Соңғы сәттерінде қайнапкелерім жанынан шықпай отырды. Өздері тосып жуындырып қарады. Мен аяғым ауыр болғандықтан енеме көп кіре бермейтімін. Соңғы рет кіргенімде бұрынғы қатал, өзіне сенімді, реңді енемнен түк қалмап еді. Жаным ашитын. Бірақ қолдан келер қайран жоқ. Шынымды айтсам, бір кездері мені қатты ұрысқанда ішімнен қатты налып едім. Бірақ өлім тілеген емес едім. Алла өзі кешірсін. Сөйтіп тірі жан тіршілігін жасайды дегендей әрі қарай өмір сүрдік. Үлкенім 1 жастан асқанда, екіншіме аяғым ауырланды. Оны да кесір тілігімен босандым. Осы кездері енем қайтыс болғаннан кейін күйеуімнің психикасы қатты өзгеріп кетті. Күйгелек ашуланшақ болып кеттік. Болмашы ұсақ түйекке ашуланып, бар ашуын менен алатын болды. Бір күні үлкен арық жақта арқандаулы тұрған бие шібіне оралып, суға құлап тұншығып өліп қалды. Сол кезде мен қырқымнан енді шыққан едім. Күйеуім сен қарап қоймадың деп кінәлап, бет-аузымды көгала қойдай қылып сабап тастады. Содан кейін 2 баламды алып қалаға ағамдікіне кетіп қалдым. Мынадай түрімді көрген ағам мен жеңгем қатты ашуланды. Қайта бармайсың, ажырасасың деп ұрысты. 3 күннен кейін артынан күйеуім келіп еді. Ағам желкесінен ұстап, есіктен лақтырып жіберді. Сөйтіп ағамдікінде біраз жаттым. Содан кейін күйеуім келуге батпай, кешірім сұратып, туыстарын жіберді. Қайнапкелерім келіп, ағаммен сөйлесіп, кешірім сұрап, бізді алып кетті. Қанша ұрысып ренжісек те, өз үйіме үйреніп қалыппын. Күйеуім екеуміздің ұрысып соғысып қалатын кездеріміз одан кейін де солай болды. Осы арада кеңес үкіметі ыдырап, белгісіздік тоқырау замандары орнады. Сол уақыттарда біраз қиналдық. Егістіктерге шығып жұмыс істедік. Мал, тауық, үйрек ұстап жанымызды бақтық. Екіншімнен кейін тағы да 2 рет көтеріп едім. Екеуі де пневматичная болып отаға түсіп, содан кейін бала көтермедім. Ұлдарым ер жетті. Үлкен ұлым мектеп бітірген соң орта білім алып жұмысқа тұрды. Бізге қолғабыс болып бір жағымызға шығыса бастады. Одан кейін екінші ұлым жоғары оқу орнына түсті. Ұлдарым өскен соң күйеуімнің де қызба мінезі басылайын деді. Бұл уақытта үлкен ұлым 25 жасқа келіп қалған болатын. Бір күні мама, мен үйленемін дейді. Мен аңқайып, таңырқап қалдым. Ұнатып кездесіп жүрген қызы бар екен. Ойбу, не дейсің? Деппін. Өйткені мен ене болуға дайын емес едім. Мен жалпы ене болуға дайын емеспін дегенім. Елдің әйелдері секілді китке мата-сата артық ақша жинабаппын. Келін болып түскелі енем мен күйеудің тарапынан қолынан дым келмейді. Салақсың, олақсың. Шешең мен туыстарың алқаш деген сөздерді ести беріп, өз-өзіме сенімсіз, жалтақ болып қалдым. Өз-өзіме деген осындай пікір санама сіңіп қалған еді. Сол себепті болар, ешкімнен дұрыс қарым-қатынас жасап араласа алмадым. Сол баяғы көрші Гүлзимен бірге оқыған құрбым ғана келіп тұратын. Анам ұзақта, жылында 1 рет қана келіп кететін. Оны да болса күйеуім жақтырмай жүретін. Шындығында енем қайтыс болғаннан кейін де 2 баланы өсіргенше біраз қиналдым. Екінші кесір тілігін дұрыс жасамай кескен жерім жазылмай іріңдеп, аурухананы жағалап әрең жазылып еді. Одан кейін де 2 рет трубаларымды алып тастағанда тағы да отаға түстім. Осыдан кейін денсаулығымды күрт төмендеп кетті. Күйеуімде мінезі қызба, бір
жағыма шығысып көмектескенді білмейді. Шаялық ползункой дегенді балалардың боқсыдығын үйіп қойып, бірақ жуатымын. Кейде қайнап келерім келіп қалғанда үйсідік сасиды деп, маған сөйлеп жүріп, үйді жиып, тазалап, жуысып кететін. Осылай жүргенде міне ұлым да ержетіп, үйленем деп отыр. Ұлым өте нашар, еңбекқор болып өсті. Ес білген шағынан бастап күйеуім екеуміздің талай ұрыс керісімізді көріп өсті. Маған қатты жаны ашып тұратын. Кейде мен ауырып жатып қалған күндерде үйдің бар тіршілігін жасап, сиырды да сауып, сүтін пісіріп, маған шай тамақ беретін. Балам ерте есейіп кетті, өзі қатар балалармен асыр салып ойнайтын уағында мал қарап, үй тіршілігін жасап жүретін. Есейген соңда өзі оқуға түсіп, жұмыс істеп, қосымша көлік алып сатумен айналысатын. Жастайынан ол да әкесінің талай таяғын жеді. Соған қарамастан әкесін сыйлайтын. Бір күні есейіп бозбала болып қалған шағында сыныптастарымен көрші ауылға дискотекаға барып кеш келіп еді. Сонда әкесі боқтанып, қайда жүрсің деп, қол көтермек болғанда балам әкесінің қолын ұстай қалып, әке, болды, мен ержеттім. Мұныңызды қойыңыз. Анамды да мені де тоқпақтағаныңызды қойыңыз, жетер деді. Осыдан кейін әкесі басылды. Сөйтіп балам үйленемін дегенде сасып қалғаным осы еді. Бірақ ұлым үйленуінен әжептәуір қомақты қаржат жинап қойыпты. Сол ақшасына барып тойға дайындалдық. Балам бізге ешқандай салмақ салған жоқ. Тойдың бар шығынын қызға сырға апаратын киіт кигізетін бар, салатын алтыны бар, барлығын өз алды. Қайнап келерімде біраз қаражат берді. Өз анам қаладағы ағамда қосты біраз. Сөйтіп құдалық тойға барып келінді қолдан алып келдік. Құдаларымыз оңтүстік жақтікі екен. Бірақ осы Алматыға көшіп келгендеріне біраз жыл болып қалыпты. Келініміз менің ұлым секілді бір үйдің үлкен қызы. Медициналық білімі бар маман екен. Өзінен кейін бір інісі мен сіңлісі бар екен. Інісі студент, сіңлісі әлі мектепте оқиды екен. Құдағиымыз өзіміз қатарлы жақсы адамдар сияқты. Қыздарын дүркіретіп той жасап бізге ұзатып салды. Бізде де жақсы күттік. Жақсы жармен құда болдық. Бірақ күйеуім юкпен құда болдық деп біраз жаратпай міңгірлеп сөйлеп алды. Келін түскен соң көп ұзатпай балам той жасаймыз деп той қамына кірістік. Ұлым достарымен ұйымдасып мейрамхана тауып, обалын не керек өз тойын өзі жасады. Біз тек ата-анасы болып өзімізше тойды өзіміз жасап жатқанда киініп алып, қонақтардың ізгі тілектерімен құттықтауларын қабыл алып тұрдық. Қазір осы жайттар есіме түссе өз-өзімнен ұяламын. Үлкен ұлыма бар салмақты сала беріппіз. Ата-аналық міндетімізді дұрыс орындай алмадық-ау деп өкінемін. Құдаларым келінге үйіп төгіп жасап әкелді. Мұндайда бұрын соңды көрмеппін. Шатын жиғазынан бастап соңы киім жайғанда түйрейтініне қыстырғышына дейін алып келіпті. Келінім үй тіршілігіне өте пысық болып шықты. Бар жасауын шығарып, үйін жайнап шыға келді. Адыс аяғым, төсек жайма, бет орамалдар бәрі жаңарып қалды. Ас үйім таптаза, келін неше түрлі дәмді тағам дайындап, шынымен қолым ұзарып қалды. Баламның таңдауына риза болдым. Күйеуім келіннің тамағын мақтап отырып ішетін болды. Осы уақытта да балаларының көзінше мені бір мұқатап қалудан қайтпайтын. Бұрынғы жас шағымдағы олақтығымды айтып күліп отыратын. Мен осындайда келіннің алдында қатты қысылып қалатынмын. Келін мен ұлын үйленетін кезде жұмыстарынан бір айға демалыс алған екен. Демалыстар біткен соң екеуі де жұмысқа шықты. Таңертең қалаға бірге кетеді, кешке бірге келеді. Ұлым келіншегін қатты жақсы көретін еді. Екеуі бір-бірін үнсіз түсінетін. Екеуіне қарап өз өміріне ішім ашитын. Өмір бойы аюдай ақырған күйеуімен алысып, жастық шағым өтті де кетті. Іштей баламды қызғанатын болдым. Бұл аналық қызғаныш бәрінде болатын шығар, білмеймін. Кейіннен білгіш Гүлзе көрші құрбымның сөзіне ере бастадым. Ол келінді бастан қаталыста, енен қандай адам еді? Сол кісі секілді бол. Болмаса келін басында жақсы болады да, үндемесең басыңа шығады деп үйретіп кететін. Өз жеке пікірім жоқ, жасқаншақ, шалтақ, басым, сол сөздерге ере бастадым. Өз кемшіліктерімді жасыру үшін өзімше келініме қатал болайын дедім. Келінім келе салып көтерді. Декреттік демалысқа шыққанша жұмыс істеді. Кейін босанатын уақытын таянғанда үйде отырды. Сол кездері аяғы ауыр-ау деп аямадым.
Қиналып үй тіршілігін жасап жүрсе де көмектеспейтінмін. Балам мен күйеуім жұмыста, кіші ұлым қалада, үйде келін екеуміз ғана қаламыз. Көрші Гүлзи келеді арасында. Келінге қою шай демдетіп, Гүлзимен әңгіме соғып отырамыз. Одан жатып ұйықтаймын, сериал қараймын. Кешкі күйеуім мен шалым келеді-ау деген уақытта ас үйге келінге барып, үлгермей жатырсың ба? Әкел нан кесіп жіберейін деп өтірік дастархан жасасып жүретімін. Болмаса келінім босанайын деп жүрсе де бәріне үлгеретін. Қазір осы қылықтарым есіме түссе өзегім өртенеді. Ол да мен сияқты болашақ ана ғой, немерелерімнің анасы. Сөйтіп уақытысы келіп, келінім қыз босанды. Шалым немере болдық, қызды болдық деп қатты қуанды. Үйдегі деу семіз қойды сойып, құдаларды шақырды. Ұлым да қуанып, күнде таңертең жұмысқа барарда кіріп кетеді роддомға. Қайтарда тағы да соғады. Сөйтіп жүріп 4 күннен соң достары, құда жақтың туыс келіндері, әпкелері, өздері көпшілік болып, келінді шығарып әкелді. Ата-анасы бесік әкеліпті. Балаға не керек шомылдыратын тәзігіне дейін алып келіпті. Кіндік шешесі болған туыс жеңгесі арбасын алып келіпті. Мұндайды да мен алғаш көруім. Өзім үлкенімді босанғанда күйеуім мен қайнапкем шығарып алған болатын. Анам мен туыстарым енемнің жаназасында бір-ақ рет келген еді. Ұлымды қайнапкемнің баласының манежіне жатқызып едім. Сол кезде шалымда осылай қуанып, қой сойып тойламапты. Бірақ ол кезде енем ауырып жатыр еді, екінші баламда да солай болды. Үн-түнсіз роддомнан шығарып әкелді. Тек аға жеңгем келді болғаны. Сөйтіп аяқ асты бесік той жасап жібердік. Кейін келінім баланың кіндігі түскен соң өзі шомылдырып бесікке бөледі. Өзі сорпасын жасап, өзі қырқынан шықты. Мен бесік тербетіп қойып отыратымын. Өйткені баланы бесікке салуға ебім жоқ еді. Сонымен не керек, келініме еш жаным ашмады, тырнақ астынан кіріздеп, себепсіз тиісіп отыратын болдым. Келінім келін емес, келсап болды. Бірақ ешқашан ұлыма шағымданған емес. Ұлым мұнымнан еш хабары болмады. Қызын қатты жақсы көретін. Памперсі бар ма, басқасы бар ма, бәрін пәшкісімен әкеліп беретін. Келінім не айтады, соның барлығын әкеліп қоятын. Шалымда келінді тәуір көретін, олардың мұнысын іштей қызғанатымын. Шыным келетін. Сөйтіп олар жоқта барша ашуымды жазықсыз келіннен алатымын. Обалы не керек, ол үндемейтін. Үндемей үйдің бар тіршілігін жасап жүре беретін. Сөйтіп жүріп арада біраз уақыт өткен соң екіншісіне аяғы ауырлап, ұл босанды. Бұған да шалым мен балам қатты қуанып, тағы да тойлатты. Мен де қуандым, немере деген тәтті екен ғой шіркін. Бірақ келінге жасағандарым дұрыс болмапты. Алла өзі кешірсін. Мұны кейін кеш түсіндім, амал жоқ. Осылай жүргенде екінші ұлым үйленетін болды. Бұл ұлым ерке болып өсті, бетінен қақпадық. Бір күні келіп, мама, мен үйленуім керек срочно дейді. Содан мен қоя тұрсаңшы, біраз дайындалып алайық десем, оған уақыт жоқ, кездесіп жүрген қызымның аяғы ауыр дейді. Ой бұл, онысы несі? Үйленбей жатып аяғы ауыр несі? Деп аңқайып қалдым. Кіші ұлымның сөзінен кейін ұйқым қаша бастады. Енді не істейміз? Үлкен ұлым өз қамын өзі ойлап қаражат жиып, бізге салмақ салмады. Ал кіші ұлым оқу бітіріп, жұмыс істеп жүрсе де, жинаған ақшасы жоқ екен. Біздің де жағдайымыз белгілі, артық ауыз ақша да жоқ. Үлкеніміз өз шығындары бар. 2 баласы, үйге алатын азық түлік дегендей. Шалымның табысы да мардымсыз еді. Сөйтіп уайымдап, мазам қашып жүрді. Кенжем қаладан келген сайын сұрайды, мама қайттыңыз? Әкем мен ағама айтыңыз ба? Қашан үйлендіресіздер? Қызымның күн сайын іші өсіп келеді дейді. Өзім жүйкем жұғарып жүргенде. Сосын ұлым айттым, аяғы ауыр болса келесі айда алып қашып келе сал. Ақыры асығыс екенсіңдер. Оған дейін ағаң мен әкеңе айтып дайындаламыз дедім. Сөйтіп үйдегілерге кенжемнің үйленетінін айттым. Олар мұны естіп таң қалды. Сонымен не керек, келесі айда кенжем келін әкелді. Қайнапкелерім осындағы туыстар болып түсіріп алдық. Келінім ұзақтан екен. Кіші жүздің қызы, ата-анасы басқа қалада тұрады. Өзі Алматыда жоғары оқу орнында 4-ші курсы тәмамдағалы жүрген студент екен. Мұнда әпкесінің үйінде тұрып жатыр екен. Содан сол әпкесіне хабаршы жібердік. Өзіміз қуғыншы күтуге дайындалып жатырмыз. Әлден уақытта хабаршылар бірге қуғыншылар да келді. Әпкесімен жездесі және бір туысқан тәтесі келді. Тәтесі үлкендеу кісі екен, кіргеннен қабағы қатулы ұрса сөйленіп кірді.
Қызымызды неге алып қашасыздар? Екі жас көңіл қосып жүрген болса, алдымыздан өтіп келіп өтпейсіздер ма? Ата-анасы осында, туыстары бар. Бұл не сұмдық деп, ішке кіріп шымылдықта ақ жаулық салып отырған келінге де ұрса бастады. Сол кезде қайын әпкем тәтесін сабырға шақырып жатса да қояр емес. Сосын мен бардым да, ол кісіні басқа бөлмеге сөйлесуге көндіріп алып кеттім. Екеуміз оңашада қалдық. Сол кезде бар жағдайымды айттым. Мен баламды қазір үйлендірейін деп отырған жоқ едім. Бұған жағдайымда жоқ. Бірақ сіздердің қыздарыңыздың аяғы ауырлап қалыпты, сол себепті ұлым алып қашып келді. Қыздарыңызбен барлығын ақылдасып, келісіп, жасалып отырған жағдай. Жақын арада той жасап бере алмаймын, бірақ болашақ құдаларымды шақырып, құдалық жасаймын деп едім. Тәтесі үндемей қалды. Сөйтіп шыға салып келінге ұрысты. Санасыз екенсің. Сені ата-анаң осылай тәрбиелеп еді? Олар анда сені оқып жүр деп, барын саған салып, бүкіл жағдайыңды жасап отырған жоқ па? Масқара қылдың оларды, деп ұрысты. Жанындағы бірге еріп келген келіннің әпкесіне де, сен не істеп жүрсің? Сіңліңе қарамай, үлкенсің ғой деп, біразға дейін ашуын баса алмай, ақырында ата-анасына не айтамыз деп уайымдап кетті. Кейін қайын әпкелерім, туыс апамыз тәтесін жұбатып, қонақ бөлмеге апарып отырғызды. Содан қуғыншыларды жақсылап күтіп шығарып салдық. Іштей өзіме риза болдым. Келіннің аяғы ауыр болып қалғаны маған да жақсы болды. Көп шығыннан құтылып қалдық. Ертесінде беташар жасадық. Енді 2 келінім болды. Кіші келінім бір үйдің 2-ші баласы екен. Қаладағы әкесі өзі, сосын 2 інісі бар екен. Беташардан соң үлкен келін екеуі үй жинап, ыдыс-аяқ жуып, үй тіршілігіне кірісіп кетті. Кіші келін тірлігі ылдым-жылдым, жүрісі ширақ, жүзіне тіке қарайды, еш именбейді. Үлкен келінмен тез тіл табысып кетті. Ал үлкен келінім қимылы баяу болса да, бәрін тыңғылықты етіп, түйнақтай етіп істейді. Ешқашан бетіме тік қарап сөйлеген емес. Мен араласпаған туыстармен жақсы қарым-қатынас құра білді. Көршілермен де араласып жүретін, біреусі ауырып қалып көмек сұрап келсе жоқ демейтін. Барып қарасып, дәрі егіп, система салып беріп жүретін. Мұнысын бүкіл ауыл біліп сыйлайтын болды. Өз туыстарымен де ұлым екеуі жақсы араласып жүрді. Бұларды той томалағынан қалдырмай шақыратын. Бұларда сыйлықтарын алып, шақырған жерінен қалмай барып келетін. Қайнапкелерім де осы үлкен келінімді мақтап, тәуір көріп, жақын тартып тұратын. Ал мені ешқашан бұлай жақын тартқан емес еді. Тіпті дұрыстап сөйлеспейтін де. Мен кейде баламды қызғанатынмен қайын жұртына жақын болып кетеді ме деп ойлайтынмын. Бірақ балама да қайын жұрттың тәуірі көрінетін. Келіннің ата-анасын мама-папа дегенде ішім күйіп жүретін. Кейде үлкен ұлымның бар назарын өзіме аудару үшін өтірік ауырып қалатынмын. Ол болса жаны қалмай айтқанымның барлығын істеп, жанынан шықпай қалатын. Қайын жұртына да көп жібермеуге тырысатынмын. Ал кіші ұлым болса өзін көбірек ойлайтын, эгоистеу еді. Үлкенім сияқты маған жаны аши бермейтін, бірақ келіншегі дегенде басқаша еді. Соның бар жағдайын жасайтын. Шеріксің ғой деп, аузынан шыққанның барлығын алып беретін. Осылай 2 келінді болып тұрып жаттық, немерелер өсіп, ұлдарым мен шалым жұмыста, мен келіндермен үйде едім. 2 келін бірге үй тіршілігін жасайды. Үлкенім кішісіне барын үйретіп, екеуі тату-тәтті болып жүрді. Кішісі оқуына барып келіп, оқып жүрді. Сол кездерде мен екеуі бірігіп, мені жамандайм екен, екеуі тату болса менің сөзім өтпей қалады ма деп ойлап, бірі жоқта бірін жамандайтын. Кіші келіннің алдында үлкенді болмашыға тырнақ астынан кіріздеп, жер-жебіріне жетіп, абыройын түсіргім келіп ұрсатымын. Өзімді керемет, қатал ене қылып көрсеткім келетін. Кішісі де менен қорқып жүрсін деп ойлайтымын. Мұндайда үлкенім сол баяғыдай үндемейтін. Көзі мөлтілдеп, тіршілігін жасап жүре беретін. Ал кішісі көзі бақырайып маған қарап қалатын. Бір күні кіші келінге құдалық жасайтын болдық. Келіндер үй ақтап, жиыстыра бастады. Сол кезде сөредегі менің анам берген қызыл оюы бар шайнек сервисімді сөренің үстінен құлатып, сындырып алыпты. Бұл анамның сыйлығы еді. Мен үшін қымбат болатын. Қайсы сындырғанын білмеймін. Мен дереу үлкен келінге ұрса жөнелдім. Қатты ашуланып, қолымдағы шайнекпен келіннің басынан нұқып жіберіп едім. Ол бұрыла қалған екен. Шайнектің сынған жері шекесіне сырып өтті. Қан сау ете қалды, қанды көріп шошып кеттім. Кіші келін жүгіріп барып перегіс үйет алып келіп, үлкен келіннің шекесіне мақтамен жағып жатыр.
Осылай әбергер болып жатқанымызда үлкен балам кіріп келді. Мұндай уақытта келе қоймайтын мен сасып қалдым. Балам түк түсінбей, қолындағы пакетін лақтыра салып, келіншегінің қасына жүгіріп барды. Не болды деп сұрап жатыр. Бір кезде қан тоқтады, кішкентай қан тамыры жарылып кетіпті. Мен не дерімді білмей отырмын, сол жолы артықтау кеткенімді білемін. Келінім үндемей тұрды да, болды, шыдамым бітті деп, көзі мөлтілдеп бөлмесіне жүгіре басып кіріп кетті. Балам аң-таң боп маған қарап, мама, не болды деп сұрады. Мен сөредегі шайнек сынып, соның сынығы шекесінен сырып кетті деппін сасқанымнан. Сол кезде кіші келін тұрып, аға, абысынның еш жазығы жоқ, шайнекті мен байқаусызда түсіріп алдым. Мамам сол үшін абысынға ұрсып шайнекпен басынан ұрамын деп, сынығымен шекесін сырып жіберді. Негізі мамам үнемі болмайтын жерден ұрыс шығарып, абысыныма тиісе береді. Келгелі байқап жүрмін деді. Кіші келіннен мұндайды күтпеп едім. Ұлым ашулы көзбен маған бір қарады да бөлмесіне кіріп кетті. Мен ашуланып кіші келінге ұрса жөнелдім. Неге олай деп отырсың? Десем, келінім маған тік қарап тұрып. Мен көргенімді бар шындықты айттым. Мен келгенде сізде менің тәтеме бар шындықты айттыңыз ғой. Бар жағдайыңызды айттыңыз. Мен де сол секілді бар жағдайды айттым деп, еш саспай дәрілерін жиып кетіп қалды. Мен шок болып тұрған жерімде состиып тұрдым да қалдым. Сол жағдайдан кейін араға апта салып, келінім үлкен немере қызымды бақшаға беріп, ұлын кіші келінге табыстап, жұмысқа шығып кетті. Таңертең ұлыммен жұмысқа кетеді, кешке бірге келеді. Атасы немеремді бақшаға апарады, кешке қайта алып келеді. Үлкен келін маған мүлде қарамайда сөйлемейді қойды. Ұлым да үнсіз келіншегімен бірге жұмысқа барып келіп жүрді. Осы аралықта көп ұзатпай кіші келіннің құдалығын жасадық. Жаңа құдалармен таныстық. Ол кісілер де өте жақсы адамдар. Ата-анасы жоғары білімді, көз ашық, қызмет істейтін кісілер екен. Туыстары да бақуат адамдар екені көрініп тұр. Әкесі біраз ренжіп сөйлеп алды. Қызымды той жасап ұзата алмадым, келген жерінде де ақ көйлек кимеді деп. Оған бізден кінә жоқ. Жағдай солай болды. Біз қалың мал бермесек те шешесі өз парызымыз деп жасауын әкеліп берді. Құдалық өткеннен кейін бір күні бәріміз кешкі ас ішіп отырғанда үлкен ұлым, папа, мама, енді қолдарыңызда келін бар. Інім осы қара шаңыраққа ие болады. Бізге баталарыңыз бен рұқсаттарыңызды беріңіздер. Мен бөлек шығамын деді. Бұл біз үшін күтпеген жаңалық еді. Әкесі дереу қайда кетесіңдер, пәтерден пәтерге қаңғымақшысың ба? Балаларың кішкентай, қиналасың ғой. Неге асығыс шешім қабылдадың? Әнің үйленді деп сені қуып жатқан жоқпыз ғой деп ренжігендей сөйледі. Ұлым маған қарады. Менің ішім қылп ете қалды. Ұлым бәрібір ерте ме кеш пе бөлек шығамыз. Сол үшін ертерек қамдана берейік деді. Қаладағы жұмысындағы бастығының қала шетінде салынып бітпеген үйі бар екен. Сол үйін сатқалы жүр екен. Ұлым сол бастығымен сөйлесіп келісіп сол үйді алатын болыпты. Жарты ақшасын өзі, ал жартысын қайнатасы беретін болыпты. Мұны естігенде әкесі біраз ашуланды. Қайнатаңнан ақша алма деп, бірақ ұлым кейін қайтарып беретін болып келістім деді. Шалымның көңіл күйі түсіп қалды, немерелерін қатты жақсы көретін еді. Менің де ішім ашып, жүрегім сыздап қалды. Көңілім құлазып, немерелерімді қимадым. Ұлымды, келінім алып кетіп бара жатқандай болды маған. Арада бір ай өткен соң ұлым сол үйде сатып алды. Сөйтіп екі бөлмесін бітіріп, келін бар жасауын тіпті қасықтарына дейін жинап көшіп кетті. Үлкен келінім кетерінде атасымен жылы қоштасып, маған аман жүріңіз деді де артына бұрылмастан көлікке отырып кетіп қалды. Кіші ұл келін екеуі көшірісіп, көмектесуге бірге кетті. Үйіміз құлазып, өлі тыныштық орнады. Шалым бүктісіп жатып қалды. Мен де бір түрлі көңілім құлазып, көзіме жас келді. Сөйтіп кіші келінмен қалдық. Үлкенім жайғасып алған соң үйге шақырамыз деп айтып жіберді. Кіші келінім абысыны секілді емес еді. Айы күні жақындаған сайын тез шаршап қалатын. Таңертең кешірек тұратын. Мен ерте тұрып сиырды сауып таңға ас дайындамайсың ба десем, балам, анадай ішімен қалай сауады, өзіңіз сауып салмайсыз ба дейді. Үлкен келін екі баласында да босанғанша дейін сиырды да сауып, үйдің бар тірлігін үлгеретін. Оның қадірін кете сала түсіне бастадым. Таңертең ерте тұрып сиыр сауып, шалма таңға асты да өзім беретін болдым. Қайтадан үй тіршілігіне араласа бастадым. Бұрын бар киімімізді үлкен келін айтқызбай-ақ, іш киімдерімізге дейін кір салғыш себеттен алып, жуып, кептіріп, жинап әкеліп салып қоятын. Енді өзім жуатын болдым.
Бірдеңе дейін десем, кіші балам дереу әйелінің сөзін сөйлеп, аяғының ауырлығын сылтау қылатын болды. Бір күн әдеттегідей ерте тұрып сиыр сауып шелектегі сүтімді көтеріп келе жатсам, дарбазадан Гүлзи кіріп келді. Сүт сұрай келіпті. Мені көре салып, әй құрбым, немене сиыр сауып жүрсің бе? Келінің қайда дейді. Мен ыңғайсызданып, келінің босанатын уақыты жақындап қалды. Өзім сауып жүрмін дедім. Ол мырс етіп күліп, келінге келін болып жүрмін десеңші деп күлді. Мұнысына аза болып қалдым. Содан сүтін құйып бердім де үйге кіріп сүтті пісіріп шалыма шай беріп, жұмысқа жібердім. Олым да тұра салып, беті қолын жуа сала, кешігіп барам деп, шайды ішпей асығып кетіп қалды. Артынан ұйқылы ояу көзімен келін шықты. Асықпай сыртқа шығып келіп, беті қолын жуып, пісіп тұрған сүттен құйып ішкелі отыр. Мен ашуланып отыр едім, оған зекіп сөйлей жөнелдім. Ертерек тұрмайсың ба? Бізді қойш, ең болмаса ана күйеуіңе шай беріп жібермейсің бе? Аш кетті. Бала туатын сен ғанасың ба? Үйде дым істемейтін болдың ғой, деп сөйледім. Сөйтіп едім, келінім міз қақпастан бетіме тік қарады да, мама, менің аяғым ауыр, өз-өзімді күтуім керек. Бұл уақытша, Алла бұйыртса аман есен босанып алайын. Сосын өз-өзіме келемін. Күйеуім аш қалмас, жұмысында асқана бар ғой. Оның үстіне үнемі осылай емес қой, бүгін ғана шамалы мазам болмай тұр деді. Келінімнің жайдарлы күйіне одан әрі шыным келді. Өзімде жүйкем шығарып жүреді. Гүлзидің үстінен күліп кеткені бар, ашуланып келінге дауыс көтеріп, аузыма келгенді айтып ұрыстым. Келінім сол отырған күйі көзі бақырайып маған қарап қалды да, бір кезде ол да ашуланып кетті. Маған қарап, неменеге мені балағаттап жатырсыз? Өзіңізді біліп алыңыз. Біз ештеңе білмейді дейсіз бе? Кезінде өзіңіз қолыңыздан дым келмейтін олақ-салақ келін болыпсыз ғой. Артыңызды енеңіз жауып отырған екен. Кейін абысыным жауып отырыпты. Оның өзін мойындағыңыз келмей күн көрсетпей жібердіңіз. Сыйлағанды білмедіңіз, мені де аяғың ауыр болып келдің деп, бетіме басып, маған да тойда ештеңе жасап бермедіңіздер. Мен балаңыздың алдында пәкпін, солдай жеткілікті маған. Аллаға шүкір, олай келсем де қолымнан бәрі келеді. Ал білмегенімді абысыным үйретті. Сондықтан сыйыңызды кетірмеңіз. Мен сізге үндемей, барын ішіне жұтып жүре беретін абысыным емеспін. Деп орнынан тұрды да бөлмесіне кетіп қалды. Келіннің мұндай сөздерінен көз алдым тұманданып, басым дыңылдап кетті. Жүрегім қысылды. Сөйтіп мазам болмай ауырып қалдым, бөлмеме кіріп жатып қалдым. Содан кейін келінге мүлде сөйлемейтін болдым. Осылай уақыт өтіп жатты, айы күні жетіп келінім ұл босанды. Бұған барлығымыз қуандық. Өйткені үлкен ұлдың балаларының орны ойсырап қалып еді. Үйде балалардың шулап жүргені қандай жақсы еді. Сөйтіп шалымда қуанып, мал сойып, үлкен ұлыммен келін келіп шығарып алдық. Келінім сол күйі маған салқын қабақ танытып жүрді. Үлкен балам түк болмағандай кейіп танытқанмен, бәрібір бұрынғыдай емес еді. Сөйтіп кіші келінді Гүлзи құрбым айтқандай қырқынан шыққанша келінге келін болсаң жағасын дегендей, қалжалатып, күнде ет қайнатып сорпалатып күттім. Келінім де қырқынан шыққаннан кейін өз-өзіне келіп үйдің бар шаруасын дөңгелетіп алып кетті. Бұл келінім қимылы ширақ, тірлігі де ылдым-жылдым тез еді. Мінезі де жетерлік. Өздігінен ешкімге соқтықпайды, бірақ ұнамағанын жүзіне тіке қарап, еменбей ойындағысын айта салатын. Бір күн әдеттегідей Гүлзи құрбым келді. Келіннің баласын ұйықтатып жатқан соң өзім шай жөндеп, әңгімелесіп отыр едік. Келін шығып, мама, мен душқа түсіп алайын, бала ұйықтап жатыр, оянса қарап қоясыз ғой деп, орамалын алып кетіп бара жатыр еді Гүлзи. Әй, келін шырақ, сен еніңді әбден келін қылып алдың ғой. Ұялмай жұмсап қойып отыратын болыпсың ғой деп, қажетсіз жерде мұрнын соғып, әңгіме айтып еді. Келін тоқтай қалып құрбыма қарап, өзге отбасының тірлігіне араласпай жөніңізбен жүріңізші. Көрші деп үлкен басыңызды сыйлаймыз. Бірақ мамама жоқтан өзгені айтып, үстінен күліп, көңіліне қаю түсірмеңіз. Мамам ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін өзі де біледі. Сіздің пасық ақылыңызға зәру емес. Бір үйге келіп, дәм-тұз татып отырып, араға от жаққанша, өз отбасыңызға көңіл бөліңіз деп, төтесінен қойып қалды. Сөйтті де шығып кетті. Гүлзи аңқайып не дерін білмей маған қарап қалды. Мен іште келіннің мына сөзіне риза болдым. Менің айта алмай жүргенімді келін айтып, Гүлзиді өз орнына қоя білді. Соңғы кезде құрбыма ренжіп жүрген болатымын. Үлкен келінді де осының ақылын тыңдап, қанша рет ренжіттім. Сөйтіп құрбым ашуланып сөйленіп, бір тоңқып алды да жөніне кетті. Арада біраз уақыт өткен соң алыстағы құдалар келді.
Немерелеріне манеж, көрпе жастығын, киім-кешек, майда шүйдесін алып, артынып-тартынып келіпті. Туған туыс келіп, жақсылап күтіп алдық. Кейін үлкен ұлым құдаларды үйіме шақырамын, әрі үй тойымды жасаймын деп, туған туысты шақырып үйінде күтті. Шалым алдын бірнеше рет барып, келіп немерелерін көріп тұратын. Мен осы жолы ұлымның шаңырағына бірінші рет бардым. Қаланың шет жағында тауға жақын ауданда салынған үлкен үй екен. Аз уақыттың ішінде келін екеуі үйлерін бітіріп алыпты. Заманауи жөндеу жұмыстарын жүргізіп, бар жағдайларын жасап қойыпты. Үйдің ішінде ыстық су, суық су сарылдап тұр. Орталық жылуға қосылған ішін жаңа жиһазбен техникаға толтырып қойыпты. Сырты жап-жасыл бақшасында көксөктің бәрі бар. Балаларға үлкен бассейн құрып, жанына шатыр қойып қойыпты. Мен таң қалдым. Алдын шалым айтқанда мұншалықты емес шығар деп ойлап едім. Келін кең қонақ бөлмесіне молынан қылып жақсылап дастархан жасапты. Мұның барлығына қалай үлгеріп жүр деп таңдандым. Ұлым мен келінім қонақтарды жақсы күтті. Келінім бар жөн жаралғысымен құдаларға ет асып, табақ тартты. Шынымды айтсам, мен қонақ күткенде осы табаққа мүшелеп ет салуды кейін әрең үйренген болатынмын. Алдын үнемі қайнап келерім салып беріп жүретін. Кейін ерлер сыртқа шығып кеткен соң келіннің туыстары үй тойына келген сыйлықтарын шығарып, көрсетіп, табыстай бастады. Сонда құдағиым, біз сыйлығымызды алдын ала әкеліп, құрып қойдық деді. Сөйтсем, ас үйдегі жиһазбен соңғы үлгідегі газ плитасын алып берген екен. Келіннің әкесі 7 ағайын деді, солардың әрқайсысы бір зат әкеліп, ұлымның үйі толған екен. Бірақ басы тұрып, жас отбасы аяққа тұрып кету үшін қолымыздан келгенше қолдау көрсетуіміз керек. Үлкендігімізді көрсетіп, қолдап, қолпаштап, ақылымызды айтып, жөн сілтей білсек, жастарымыз аяққа нық тұрып, берік отбасы болып, әрі қарай алып кетеді. Күйеу балам маладес, өте пысық, кішіпейіл, ақылды жігіт. Осы шаңырақтары шаттыққа толып, өсіп өне берсін. Қызым осы заттарыңды игілігіңе жарат, құтты болсын деп, келіннің бетінен сүйді. Мен балалардың бөлмесіне төсейтін кішігірім келем алып барып едім. Оның бүді көрсетуге де ұялып қалдым. Мына апасының сөзінен кейін өзімді қатты ыңғайсыз сезіндім. Балам бөлек шыққанда адам ұқсап еншісін де бермеппін. Тіпті бір кесе де бермеппін. Сол жерде өзімді бөтен адам секілді сезіндім. Ұлымның үйінде ештемеге араласып кете алмадым. Қонақтарды келіннің туыстарының келіндері күтісіп, ыдыстарын жинасып жуысып жүр. Кіші келін де солармен бірге әңгімелесін айтып, абысынмен емен жарқын сөйлесіп болысып жүр. Мен қонақ сияқты отырдым да қойдым. Тек үлкен немере қызым ғана апалап жанымнан шықпай жүрді. Кейін үлкен келін той бастарын қойып құдаларға қуыс үйден құр шықпаңыздар деп кигізетін кигізді. Сонда қасымда отырған кіші келіннің анасы маған қарап, үлкен келініңіз жаста болса жарады, рахмет, сізге жақсы жол көрсетіп келесіз деп, мені қолпаштап қойды. Құдағидың бұл сөзіне іштей жерге кірердей болдым. Менің не істегендерімді білсе, маған мұндай сөздер айтпас еді. Демек, кіші келінім анасына сөз тасымайды екен. Қайтарда үлкен келін, мама, сіздер қалмадыңыздар ма? Қонып асықпай қайтар едіңіздер деп, ренжігелі алғаш жылы қабақ танытып сөйледі. Мен қапелімде не дерімді білмей, үйде мал бар, рахмет, кейін бір келерміз деп, көзіме келген жасты көрсеткім келмей, тез-тез көлікке қарай кетіп қалдым. Сөйтіп үйге көңілім құлазып қайттық. Үйге келсек, кіші ұлым үлкен 2 пакет, бір табақ тамақ, үлкен бөтелкеде қымызы бар, әкеліп столға қойып жатыр. Мұнаның барлығын жеңгем салып жіберді дейді. Сөйтіп келінім көрегендігін, тәрбиелігін көрсетті. Таспен атқанда аспен ат дегендей қылды. Кейін елімізге мына індет келгенде мен қатты ауырып қалдым. Сол кезде осы үлкен балам мен келінім жүгіріп жүріп, келіннің өзі істейтін ауруханаға жатқызып қаратты. Келінімнің әріптестері жақсы қарады. Сөйтіп алдымен Алланың, кейінгісі осы келіннің арқасында көрер күнім бар екен, аман қалдым. Сол кезде барлығының қадіріне жеттім. Тәубеме келдім. Қазір Аллаға шүкір, денсаулығым жақсы, бала шағамда көз алдымда аман есен. Шалым екеуміз 2 үйдің арасында жүреміз. Үлкен ұлдікіне барамыз, онда немерелерге қарасамыз. Келін үшіншісіне аяғы ауырлап декреттік демалысқа шыққалы немерелер үйде. Үлкен келінмен қарым-қатынасымыз жақсы. Өткенді ұмыттық. Кіші келінмен де жақсымыз, ол маған келін емес, ене секілді. Барлық жерде сөзімді сөйлеп, қорғап, қолбаштап жүреді.
Үлкен ұлым сол үй тойын жасағаннан кейін үлкен қайынәпкем баяғыда марқұм енем бір жер телімін сатып берген екен. Соны сатып, ақшасын үлкен ұлға берді. Қайынатаңнан үй сатып алғанда алған ақшаңды қайтар. Біздің саған қосқанымыз болсын деді. Ол кісінің мұнысына шалым риза болды. Қазіргі таңда осылай тұрып жатқан шәйіміз бар. Әңгіменің соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Әңгіме ұнаса лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Және жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Бұл біз үшін өте маңызды.